Тазалық жоқ. Жердің бәрі ағып жатыр. Қалай жүреміз жерде тайғақ? Ай, мына қыздың сұлуына, я? Мына қызды шақырайыншы мен. Қызым! Ай, қызым! Тұрмысқа шыққың келе ма? Қызым, саған айтып тұрмын ғой. Ай, қыз, саған айтып жатырмын ғой. Мектеп қой. Жаңағы қыз қай жаққа кетіп қалды? Балам, қабылдау бөлмесі қайда? Сізге кім керек? Енді директор керек осы мектептің. Былай қарай жүресіз, былай қарай. До конца жүрсеңіз. Рахмет. Жаңағы қыз қайда кетті екен? Қарамай кетті ау артына. Сәлеметсіз бе? Сізге кім керек? Құдай жанына қызың түрі келіскенде ме? Қызың тұрмысқа шыққың келмей ме? Әрине шыққым келеді. Былай шықсын, өзімді көрейін. Балаңыз бар ма еді? Иә. Аты кім? Айдос деген балам. Ай, не дейді? Ай, мына Манасбаева деген Шайзада емес пе? Шыдеп тұр ғой мына жерде. Иә, ол біздің директорымыз Шайзада Жайнақ қызы. Ай, менің группаласым ғой. Ай, Шайзада Жайнақ қызы болса, мынау менің группаласым. Сенен сұрамаймын да рұқсат, айналайын, кірем мен. Шайзада? Шайзада? Шолпан сүйекісің. Құдайым-ау. Ойбай, қанша жыл болды көріспегенімізге. Қалайсың, аман есенсің ба? Қуанып кеттім сен екеуің. Қайда жүрсің? Қайдан жүрсің? Ой, айтады әңгіме көп. Әңгіме көп. Отыр. Әй, қыздар, шай әкеліңдер. Ал жағдай. Қалай жағдай? Бала шағаң қалай? Мен пенсиядамын ғой. Құтты болсын, құтты болсын. Біз міне енді әлі. Мен бала санымен шығып кеттім ғой. Ой, жақсы, құтты болсын. Саған- Айдосың қалай, Айдосың? Ой, сол Айдостың жұмысымен келдім. Қандай жұмыс? Керемет жігіт болған шығар Айдосың. Тамаша. Ой, жақсы екен, Шолпан жағдайың. Шешініп отыршы. Мына Шешінейін, ыстықтап. Өзім шаршап кеттім. Бір Қандай қыз, жағдаймен жүрсің? ой, бір қызды көріп жаңа жолда. Әйтпесе сенің мектепте істейтінді де ұмытып кетіппін мен. Қандай қыз? Біздің қыздар шығар ол. Енді осы мектепке кірді не де болса. Айдосымның жұмысымен келдім ғой. Ой, мен түсініп отырмын. Айдосыңа қыз деп жүрген шығарсың сен. Иә, Айдосым сер ғой. Періште ғой ол, періште. Болды, Шолпан, табылады. 28-ақ жаста алғашқы әскери дайындықтан береді. Жақсы. Қыз деген толып жатыр бізде, Шолпан. Қыз керек маған. Уайымдама. Енді жаңағы бір қыз болса тіпті жақсы болар еді. Бір қыздың соңынан келе жатырмын. Сол қызың болса тіпті жақсы болар еді. Ол қыз біздің мектепке кірді ма? Осы мектепке кіріп сені тауып отырмын ғой. Ол қызға да рахмет. Жақсы. Біздің шет тілдер бірлестігінде күлен қыздар істейді. Бойдақ бәрі. Мен қазір шақыртайын ол қыздарды. Қазір Шолпан үндеме. Шаруаңды бітіріп берем. Ой, маған звондап жатыр. Тапсырмам көп қой, көп адамға тапсырма беремін. Өшіре тұршы телефонды. Шайзада Жайнақ қызы. Мен шақырдыңыз ба? Шақырдым. Шет тіл бірлестік қыздары түгел шақыршы мұнда маған. Шаруа, міне, Қыздарым ба? облыстан адам келіп отыр. Иә, шет тіл бірлестік қыздарын түгел шақыра қой маған. Жақсы. Қыздар, жүріңдер, Шайзада Жайнақ қызы шақырып жатыр сендерді. Қыздар, бергендер, сендерге бір нәрсе айтайын. Шайзада Жайнақ қызының бұрынғы құрбысы келіпті, қазір кабинетінде отыр. Өзінің бір Айдос деген үйленбей қалған бір сұр бойдақ баласы бар екен. Соған қыз іздеп кетті біздің мектепке. Жасы қаншада екен? Жасы 28-ден асқан ау шамасы. Жаңа менің келінім боласың ба дейді. Ішімді көрді де шошып кетті. Бәсе, оны мен білем. Маған көшеден ертіп келді ғой, маған көшеден. Тұрмысқа шыққың келе ма, қызым? Прямо тұрмысқа шыққың келе ма? Бәсе, қайдан келді десем, саған ілесіп келген екен ғой. Қыздар, біз былай деп келсейік, келіңдер. Бізден қашып кететін. Келістік. Апай, шет тіл бірлестігінің қыздары келіп тұр. Жақсы, кірсін. Кіріңіздер. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіз, папа. Қыздар, ал облыстан бізге кісі келіп отыр. Шолпан Бітімбаевна. Біз осы кісіге бір тамаша сабақ көрсетуіміз керек. Өзіміздің жақсы жағымызды көрсетуіміз керек. Шолпан Бітімбаевна облыстан келіп отыр. Иә, ең жақсы сабақ берген қызды Астанаға
жаңа жүлдеге алып кетейін деп отырмын. Міне қыздар, Астанаға барасыздар. Мен сенемін сендерге, жақсы керемет сабақ береді деп. Қазір сыныптарыңызға барып, дайындалсын бұл қыздар, Біз сосын екеуміз барып көрейік бұл қыздардың сабағын. Солай ма? Келістік па? Иә, солай жасайық. Жақсы. Қыз көйлекті дейді, қыз маған сол қыз ұнап тұрған. Болды? Қазір барамыз. Ол қыз деген мынандай қыз, керемет қыз. Students, today's theme of the lesson present continuous. Close the door, please. Don't disrupt me. Құдай сақтасын. Не дейді? Қатты сөйледі ғой? Жоқ. Ана оқушыларға ашуланып тұрған ғой. Ол жақсы қыз негізі. Су ішіп кеттім. Су. Басқасын көресің ба? Басқасын. Иә. Что это такое? Почему не занимаетесь? Бессовестные. Біреудің көзін ағызды ғой мына қыз. Жоқ. Ашуланып тұрған ғой Шолпан. Басқа. Сен маған осы қыз жақсы деп едің ғой. Осы қыз ұнап еді маған. Қазір басқа қыз бар. Біреудің қарау керек көзін ағызды біреудің. Қазір өзім неғылып жүр. Басқа қыз бар. Тағы мынандай жақсы қыз бар. Өте тұйық. Мінез жақсы қыз. Біле сал еді. Шолпан өз-өзіңе келші. Мына жерде бір қыз бар жақсы. Кішкене. Ол мында как раз оқушылар жоқ екен. Сол өзің кіріп жеке сөйлесші. Тұйық жақсы қыз. Осы қыз ұнайды деп ойлаймын саған. Балалар жоқ па? Жоқ, балалар жоқ. Жеке сөйлесейін. Жеке сөйлесейін. Сен сыртта тұра бер. Жақсы. Балалар сабағын бітіп еді? Иә, как раз мен бос келіңіз. Не жұмыспен келіп едіңіз? Ол енді екеуден екеу екеуміз балам. Несін жасырайын? Иә, айтасың. Жасың нешеді өзі? Жасым 25 және оған бірнеше айлар қоссаңыз. 25 жас десейші. Балам, енді адам емес періште ұлым бар. Айдос деген алғашқы әскери дайындықтан сабақ береді. Ол административный составқа кіреді ғой. Ақшасы көп. Бір жақсы қыз іздеп жүрмін. Өзіме ұнайтын қыз тапты еді. Соған енді мен саған бетім бұрып отыр. Сен ұнап тұрсың маған. Өзің жайлы кішкене айтшы. Мен осы жерде мұғалім болып істеймін. Көп оқыдым. 25 жаста екенсің. Тұрмысқа неғып шықпады? Ой, біздің үйде әже болған, ол деген маған оқы және оқы дей берген. Содан кейін мен оқи бердім, 4-ші сыныпқа дейін Рысқұлов атындағы орта мектепте оқыдым. Мен деген күшті оқыдым. Құрмет тақтасында менің атым, суретім тұрған апай. Одан университетте оқыдым, одан кейін тағы магистратурасында оқыдым. Енді де үйленейін десем, оқы және оқы, апам қоймайды маған. Оқы дей берген. Жарайды, керемет екен. Оқыған екенсің, жарайды. Қолынан іс келе ме өзің? Иә, әрине керек. Мен өзім ойлап тапқан ласточка деген салат білемін. Не дейді ласточка салат? Бірінші естуім балам. Сен мені қызықтырып барасың. Оны қалай жасайды? Ол деген өте керемет салат. Ол деген пайдалы, адам денесіне өте пайдалы. Бірінші бір штук помидорды жуасыз, жақсылап жуасыз. Сосын тарелкаға қоясыз. Одан кейін пышақты аласыз да 4-ке бөлесіз. Үстіне тұз себесіз. Ласточка деген салат шығар. Құдайым, ласточка деген кәдімгі свежий салат қой. Жарайды, балам. Мен директорыңа барайын. Апай, мен тағы да оқимын. Мен деген оқығанды жақсы көремін. Күйеумен бірге Оқы балам, оқи бер. Оқығаның өзіңе жақсы. Шайзада, қалай болды? Ана қыз маған сияқты саған. Жоқ, миым ашып кетті. Ми ашқан, қыздардың бәрі ми ашып кеткен. Мұғалім ұнайды ма деп едім маған. Қайтам, кетіп. Басқа қыздар бар. Ешкімге барды ма не? Сіз алмайсыз ба не? Қайда кеттіңіз? Сіз алмайсыз ба? Жоқсыз ғой? Келші, менде басқа қыздар бар. Басым алып кетті. Басқа қыздар бар жоқ па? Миым ашып кеткен анамыздың. үйімізді ашмаған, сіздің бағаңызды не ашқан? Милые детей. Шла бы ты домой, Пенелопа. Басқа қыздар бар. Шолпан, тоқташы, тыңдашы мені. Қабайын аға. Қыздар, неге үйттіңдер сендер енді? Шолпан, тоқта. Жоқ, тоқта. Киімімді киімдер. Қажет емес. Керек
керек емес киімім қайда киімім мұғалімдер керек емес